Ассалаумағалейкум ардақты ағайын. Бүгінгі менің видеоролигім қазақ халқының құрамындағы ең мықты рулардың бірі саналатын Қыпшақ руының тарихына арналады. Бүгінгі күні біз Қазақстан деп аталатын ұлан ғайыр жеріміз кезінде Дешті Қыпшақ, яғни Қыпшақтың даласы деп аталғанын біреу білсе, өкінішке біреуі білмейді. Сонымен қатар бүгінгі қазақ тілінің өзі де осы Қыпшақ тілінен бөлініп шыққанын да білмейді. Және де Қыпшақ тілі тек қазақ тілінің ғана емес, Қарашай, Балқар, Татар, Армян, Башқұрт, Ноғай, Қарақалпақ, Өзбек, Қырғыз деген сияқты мемлекеттер мен елдердің де тілдерінің қалыптасуына үлкен ықпал етті. Және де тура осы халықтардың да пайда болуына Қыпшақтар баға жетпес ықпал етті. Яғни Қыпшақтарды көптеген халықтардың атасы десек қателеспейміз. Тіпті орыс тілінің сөздік қоры түгелдей десек Қыпшақ сөздерінен тұрады десек те үлкен негіз бар. Міне Қыпшақ деген осындай керемет ел болған, және де қазіргі таңда сол атаңызға айналған Қыпшақтың ұрпағы қазақ халқының арасында орта жүздің құрамында Қыпшақ деген атаумен сақталып келеді. Яғни қазақ халқы атақты Қыпшақтардың негізгі және басты мұрагері десек қателеспейміз. Алайда ең өкініштісі, қазіргі қазақ Қыпшақ деген кім, оның тарихы қандай болған деген сұрақтар жайлы аса көп біліңкіремейді. Және де осы қазақтың білімсіздігін басқа елдер пайдаланып, Қыпшақтарды өзіне тартып алуға тырысып жатыр. Ал біздің білімі жоқ қазақтар бұндайларға бір дұрыстап тұрып жауап беруге де мұршасы келмей жатыр. Міне сондықтан да осы бейнероликті дұрыстап тұрып көріп алыңыздар. Тіпті скачать етіп, телефондарыңызға сақтап та қойсаңыздар болады. Таныс тамыр бала-шағаларыңызға да көрсетіңіздер. Сонда Қыпшақтың тікелей қазаққа қатысы бар екендігін, және де қазақ сол Қыпшақ елінің басты мұрагер екенін кім болса соған дәлелдеп бере аласыздар. Ендеше бастайық. Сонымен Қыпшақ деген кім және олардың қазақ тарихындағы рөлі қандай? Жалпы Қыпшақ елінің тарихы негізінен ежелде басталады. Ол кезде бұл ел Қытай деректерінде Сир немесе Сиянто деп аталады. Сирлер басында Алтай мен Шығыс Тянь-Шань тауларының арасындағы ұлан байтақ жерді мекендеп, сол территорияда көшіп қонып жүреді. Және де Лев Гумилевтің айтуы бойынша осы Сир тайпасы біздің заманымызға дейінгі уақытта атақты Хунну елінің құрамында да болған екен. 6 ғасырда Теле деген көшпенді тайпаға қосылып, Сирлер аз уақыттың ішінде атақты түркі қағанатын құрғандардың бірі болады. Және де кейін түркі қағанатының астанасы болып Сұяб қаласы жарияланғанда, осы астананы қорғау Сир еліне бұйырады екен. Түркі қағанаты 603 жылы екіге бөлініп кеткенде, түркі руларының жағдайы әрине қиындап кетеді. Түркілердің байтақ жеріне жалтақ қарап отырған Қытайдың Тан империясы алғашқылардың бірі болып басып кіреді. Сол кезде қаптаған Қытайға қарсы шығып, құлап бара жатқан түркілердің туын қайта көтергендердің бірі тура осы Сирлер болады. 629 жылы Ынан хан деген адамның басшылығымен Сирлер Қытайды Алтайдан қуып шығып, сол жерде өзінің мықты мемлекетін құрады. Бұл мемлекет тарихта Сиянто қағанаты деген атпен белгілі. Алайда Сиянто қағанатының дәуірі ұзаққа бармады. 646 жылы Сирлерге қарсы Қытайдың Тан империясы, бірнеше сатқын шығыс түркілер рулары және ұйғырлар бірігіп, ақыры Сиянто қағанатын құлатады. Қағанаттың жерін сол Тан империясы, шығыс түркілер және ұйғырлар бөліп алады. Міне осы тарихи трагедиядан кейін енді Қыпсақ немесе Қыпшақ деген елдің тікелей тарихы басталады.
Себебі қырғыннан аман қалған сиырлер Абу-Даванның бастауымен Ертіс бойына көшіп кетіп, сол жердегі сақ тайпаларымен қосылып Қыпсақ деген атауға ие болады. Мұның дәлелі де бар. Мысалы, шамамен 760 жылы жасалған Селенгі тас жазбасында Қыпшақ деген сөз бар, және де Қыпшақ сөзі түркі сөзімен бірге тұр. Ал енді осы Қыпсақ немесе Қыпшақ деген сөздің мағынасына келейік. Қып деген сөз ежелгі түркі тілінен аударғанда негізінен екі мағына береді екен. Біріншіден, Махмуд Қашғаридің еңбегіне қарасақ, Қыпшақ сөзі бақты, бақытты деген мағынаны білдіреді екен. Және де тура осы мағынаны белгілі түркітанушы Юрий Зуев та өзінің «Ранние тюрки» деген кітабында қолдайды. Екіншіден, ежелгі түркі тілінде, соның ішінде мысалы қазақ тілінде әлі күнге дейін қыба немесе құба деген сөз бар. Және де бұл сөз жарқын, ақшыл деген мағынаны білдіреді. Яғни, осы деректерге сүйене отырып, Қыпсақ немесе Қыпшақ сөзі бақытты, жарқын, сақ деген мағынаны білдіреді дегенге толық негіз бар. Және де Махмуд Қашғари мен Зуевтің еңбектерінен де басқа дәлелдер бар. Мысалы, қыпшақтарды орыс летопистерінде половцы немесе сарачины деп атайтынын көбіміз білеміз. Бірақ орыстардың осы екі атауының өзі Қыпшақ сөзі бақытты, жарқын, сақ деген мағынаны дәлелдейтінін біріміз білсек, біріміз білмейміз. Мысалы, полова немесе плава деген ежелгі славян сөзі сабан деген мағынаны береді. Ал сабанның ашық, сары түсті екенін ауылда өскен әрбір қазақтың баласы біледі. Енді сарочин деген сөзге келсек, ол сөз аудармасында сары адамдар деген мағынаны береді. Яғни осы екі мысалға сүйене отырып, тағы да бірлет, Қыпшақ немесе Қыпсақ деген сөз жарқын, бақытты, сақ деген мағынаны беретінін тағы да түсінуге болады. Ары қарай кеттік. 9 ғасырда белгілі араб ғалымы Ибн Хордадбек өзінің еңбегінде Қыпшақ сақ жеріндегі ең ықпалды, ең мықты рулардың бір екенін ашық жазады. Бұл да Ибн Хордадбектің осы сөздері Қыпшақтардың сақ тайпаларына тікелей қатысы бар екенін, сақтардың мұрагер екенін, сақ тайпаларының тұқымы екенін тағы да бір дәлелдейді. Сонымен қатар 10 ғасырда араб-парсы деректерінде Қыпшақтардың территориясынан Қытайға қарай жүретін сауда жолын араб ғалымдары Андар аль-Скифчак деп атайды. Сақ тайпаларының екінші атауы Скиф екенін ескерсек, осыдан ақ Скифчак Қыпшақ деген сөзбен бауырласып тұрғанын оп-оңай байқауға болады. Яғни, Сир немесе Сиянто елі Қытай мен Ұйғырдың қан тамған қылышынан құтылып шыққаннан кейін, сақ тайпаларымен қосылып, Қыпсақ немесе бақытты, жарқын сақ деген жаңа елді қалыптастырады. Және де осы Қыпсақтар Сиянто қағанатының ғана емес, сонымен қатар сақ тайпаларының да мұрагері болып шыға келеді. Міне сондықтан кейін Қыпшақтар жан-жаққа шабуылдар жүргізген кезде қайда болса сонда емес, кезіндегі ата-бабасы сақ тайпаларының иелігінде болған жерлерді қайтарып алуға тырысты. Міне бұны Совет өкіметі кезінде кеңестің тарихшылары бізге әрине айтпады. Керісінше, кеңес одағы кезінде, әсіресе Сталин билікте тұрған кезде, осы Қыпшақ сөзін барынша фальсификация жасауға тырысты. Себебі Сталин кезінде былай деген екен: «Нельзя допустить, чтобы казахи узнали о том, что когда-то их предки кипчаки управляли огромным регионом, в том числе землями, на которых сейчас живут славянские народы». Яғни Сталин қазақтарды өздерінің тікелей ата-бабасы Сиянто, сақ тайпалары, соның арқасында тіпті түркілерден айыруға тырысты десек болады. Сталиннің осы сөздерінен кейін кеңес тарихшылары барынша Қыпшақ сөзін қарама қайшыға түсіруге бағытталды.
Мысалы 1950 жылы атақты Рашид ад-Диннің жамағат тарихи еңбегін орыс тіліне аудару кезінде орыс ғалымдары ол жерден қыпшақтардың қалай пайда болғаны туралы мынандай аңыз әңгіме тауып алады. Кезінде Оғыз хан Итбарақ деген бір елден соғыста жеңіліп қалып, өзінің елімен үлкен бір өзеннің ортасындағы аралға тығылып қалады екен. Сол кезде күйеуінен айырылған бір жесір әйел ағаштың қуысына тығылып, сол жерде босанып, баласын сол ағаштың қуысына тастап кетеді екен. Бір шама уақыттан кейін шырылдап жылап жатқан баланы тауып алып, Оғыз ханға алып келеді. Бұл баланың ата-анасын іздемей-ақ қояйық. Құдайдың өзі беріп тұрған шығар. Менің ұлдарымның бірі болсын, есімін Қыпшақ деп қояйық деген екен Оғыз хан. Бұл аңызды орыс ғалымдары Қыпшақ деген сөздің мағынасын барынша бұзу үшін пайдаланады. Мысалы, Рашид ад-Диннің еңбегін орыс тіліне аудару кезінде осы аңызды дәлел ретінде келтіре отырып, Қыпшақ деген сөз шіріген қуысы бар ағаш деген сөзбен аударады. Ал Рашид ад-Диннің еңбегі тек өте аз адамға ғана тиесілі болғандықтан, бұған қарсы аса ешкім шыға қоймайды. Міне, осылайша Қыпшақ деген сөз аяқ асты шіріген қуысы бар ағаш болып шыға келеді де, осының нәтижесінде Қыпшақтар мен Сақ, Сиянто елдерінің арасындағы байланыс үзіледі. Қыпшақтар бір тексіз, шыққан жері белгісіз ел болып дәріптеле бастайды. Алайда 1970 жылдары Қыпшақ сөзінің шын мағынасы мүлдем басқа болу мүмкін деген пікір қайта басталады. Бұл пікірдің басты өкілі керемет ғалым, дүние жүзіне аты шыққан түркі танушы Юрий Алексеевич Зуев болады. Зуев Қыпшақ сөзі бақытты сақ деген мағына білдіретінін Махмұд Қашқаридің сөздігінде жазылып тұрғанын ашық дәріптей бастайды. Сол кезде кеңес үкіметі дереу жаңа фальсификация керек екенін түсініп, енді Қыпшақ сөзінің мағынасын барынша бұрмалауды атақты ғалым, кеңес түркі танушылардың арасындағы өзіндік беделі бар Сергей Кляшторныйға бұйырады. Кляшторный Қыпшақ сөзі сәтсіз, бақытсыз, қайғылы деген мағынаны білдіреді деп жаза бастайды. Және де Кляшторныйдың теориясы бойынша у тюркских народов издавна существовал обычай давать имя оберег, причем нередко с унизительным значением, которое должно ввести в заблуждение преследующие человека злые силы. И вот после 2 катастроф, которые настигли народ сиров, и последовала смена их самоназвания на слово «кыпчак», которое переводится с древнетюркского как «злосчастный» или «несчастный». Таким образом, сиры хотели избавиться от злой судьбы, которая не отставала от их народа. Міне Кляшторный осылай деп жазады. Бірақ Кляшторный Қыпшақ сөзін бақытсыз деген сөзге қандай тарихи деректерге сүйене отырып аударғанын айтпайды. Және де Кляшторный өте белгілі, беделді, ықпалды ғалым болғандықтан, мұны одан сұрауға ешкімнің батылы бармайды. Ақыры Кляшторныйдың Қыпшақ деген сөз бақытсыз деген мағына береді деген теориясы кеңінен тарап кетеді. Ең өкініштісі, күні бүгіннің өзінде осы Кляшторныйдың жалған теориясын жақтап отырған тарихшылар да аз емес. Тіпті олардың арасында қазақ тарихшылары да бар. Яғни, Кеңес одағының кезіндегі Қыпшақты сәтсіз, бақытсыз, қайғылы деп кемсіту тәуелсіз Қазақстанда жалғасын тауып отыр. Бұл біздің тарихшыларымызда ұлттық намыс, ұлттық мүдде, ұлттық мінездің жоқ екенін көрсетеді. Ал енді бірақ қайта Қыпшақ тарихына оралайық. Сонымен 7 ғасырдың ортасында Сир-Сиянто тайпалары ертіс бойына көшіп келіп, сол жердегі жергілікті Сақ тайпаларымен қосылып, жаңа Қыпшақ елінің негізін қалайды. Алғашында Қыпшақтар түркі бірлігін сақтап қалу үшін 9 ғасырдың басында қалыптасқан Қимақ қағанатын қолдап, оның әскери күшіне айналады. Сондықтан болар атақты тарихшы Аль-Гардизи
қыпшақтарды қимақтың руларының бірі деп көрсетеді. Алайда уақыт өте қыпшақтардың қимақ қағанатына деген көңілі қала бастайды. Себебі шайқалған түркі туын көтерудің орнына қимақ қағандары басқа түркі елдермен, мысалы Оғыз қарлұқтармен соғысуға көшеді. Ең өкінішісі, тура осылай бір-бірімен соғысуды Хазарлар, Қаңғарлар, Қарахан секілді түркі мемлекеттердің барлығы жүргізіп, әрқайсысы өзінің билігін бірінші орынға қояды. Міне осылай түркі бірлігін емес, өзінің жеке басының мүддесін алғашқы орынға қояды. Осының нәтижесінде түркі ұлтының жойылып кету қаупі пайда болады. Шығыста Қытайдан, батыста Еуропа мен Орыстан, оңтүстікте парсылардан қорлық көрген түркілер қайда барарын білмей ары-бері жортып кетеді. Осы кезде түркілердің басын біріктіріп, түркілердің ұлттық намысын қалпына келтіру жұмысын қыпшақтар өз қолына алады. 11 ғасырдың басында қыпшақтар қимақ қағанатын құлатып, билікті өз қолына алады. Және де ең бастысы, жеңілген қимақ руларын қыпшақтар толығымен өздеріне қосып алып, Қыпшақ елінің бір бөлігіне айналдырып жібереді. Мұның басты себебі болашақта Қыпшақ қимақ болып бөлінуді болдырмау. Кейін осындай саясатты қыпшақтар басқа түркі тайпаларын жаулап алған кезде де пайдаланады. Міне осылай атақты 92 баулы Қыпшақ деген ұғым пайда болады. Және де оған сәйкес қазіргі көптеген түркі рулары алғашында осы Қыпшақтың құрамына кіріп кетеді. Олардың арасында қазіргі жеке қазақ рулары да аз болмады. Бірақ ары қарай Қыпшақтың тарихына оралайық. Қимақ қағанатын бағындырғаннан кейін қыпшақтар әрі қарай барлық көршілес түркі тайпаларына қарсы жорық жүргізеді. Және де жаулап алған әр түркі тайпасын дереу қыпшақ тілінде сөйлетіп, өзінің менталитетін сіңіртіп, Қыпшаққа айналдырып отырды. Ең қызығы, қыпшақтар өздерінің жаулап алу жорықтарын кім болса соған қарсы жүргізбеді. Олар негізінен тек кезінде түркі қағанатының, оның алдында сақ тайпаларының иелігінде болған территорияларға ғана жорықты ұйымдастырып отырды. Яғни қыпшақтар сақ пен түркі бірлігін қайта жаңғыртуды мақсат тұтты. Міне осындай тиімді саясаттың нәтижесінде бар жоғы 10-15 жылдың ішінде қыпшақтар Дунай өзенінен бастап Алтай мен Ертіске дейінгі жерді бағындырып алады. Және де осы жерде тұрған барлық ру тайпаларды Қыпшақ елінің құрамына біріктіріп алады. Осылайша қыпшақтар түркі ұлтының құлап бара жатқан беделін қайта көтереді. Тіпті Дунай мен Ертіс ортасындағы территория бұдан былай Дешті Қыпшақ немесе Қыпшақ даласы деп атала бастайды. Осы ұлан-ғайыр территорияда тек Қыпшақ тілінде сөйлеп, көшпенділердің ғана билігі жүріп тұрды. Ең қызығы, Данагөй Қыпшақтың батырлары Дешті Қыпшақты бір мемлекет ретінде қалыптастырмады. Оның орнына Қыпшақ федерациясын құрды десек болады. Осы принципке сәйкес, әр Қыпшақ тайпасын, әр Қыпшақтың руын өзінің ішінен шыққан хандар басқарды. Ортақ, бүкіл Қыпшақтың ханы деген адам болмады. Бірақ бұл Қыпшақтардың арасында бірлік болмады дегенді білдірмейді. Қыпшақтар әрдайым бір-бірін қолдап отырып, негізінен бір-біріне қарсы соғыспады. Мысалы, Дунай мен Еділдің арасын мекендеген Қыпшақ тайпалары Батыс Қыпшақтар деп аталып, оның құрамына 11 тайпа кірді. Ал Еділ мен Ертістің бойындағы Қыпшақтар Шығыс Қыпшақтар деген атауға ие болып, оның құрамына 16 ру бірікті. Бірақ тағы да айта кететінім, Батыс пен Шығыс Қыпшақтар ешқашан бір-біріне қарсы соғыспай, керек кезінде бір-біріне көмектесіп отырды. Қыпшақтардың тағы бір ерекшелігі, олар Дешті Қыпшаққа кірмеген көрші елдерді де өзінің ықпалында ұстауға тырысты. Бұл үшін Қыпшақтың мыңдаған батырлары сол көрші елдерге қызметке тұрып, кәдімгідей жетістіктерге қол жеткізеді.
Басты мақсат сол көрші елдердің Қыпшаққа қарсы саясатын болдырмау, Дешті Қыпшаққа бөтен күштерді кіргізбеу. Және де бұл саясат өте тиімді болды. Мысалы, 10-шы ғасырдан бастап 13-шы ғасырға дейін Дешті Қыпшаққа ешқандай бөтен түркі емес ел кіріп көрмеді. Дешті Қыпшақты не орыс, не парсы, не Европа, не Қытай ешқалай басып алмады. Және де бұл Дешті Қыпшақтың тәуелсіздігін сақталып қалуы негізінен сол Қыпшақ батырларының көрші елдерге барып, керемет жетістіктерге, керемет қызметтерге жайғасқанның арқасында. Мысалы айтатын болсақ, Қыпшақтың ханы Атрақ Грузин патшасы 4-ші Давидке қызын ұзатып, Грузияны өз уысында ұстады. Қыпшақтың тағы бір тобы Армян патшасы 1-ші Хасровқа парсыларды жеңуге көмектесіп, армяндарды да Қыпшақ тізе бүктірді. Күллі Азияны дірілдеткен Арслан Хорезмшахтың өзі де Қыпшақтың күйеу баласы болып, мемлекетіндегі барлық ірі қалаларға Қыпшақтан шыққан батырларды билеуші етіп тағайындады. Қыпшақтар тіпті орыс жерінде де айтарлық жетістіктерге қол жеткізеді. Мысалы, Қыпшақтың атақты ханы Кончак 50 жыл бойы орысқа билігін жүргізіп, қай орыстың князі, қай орыстың қаласында билікте отыратынын шешіп отырды. Және де кемінде 11 орыстың князі Қыпшақтан қатын алып, Қыпшақ әскерінің қолдауының арқасында ғана билікте отырғанын ұмытпауымыз қажет. Міне осылайша Қыпшақтар Шыңғысхан келгенше өз дәуіріндегі ең мықты ел болды десек болады. Және де Қыпшақтармен Қытай, Византия, Иранның өзі санасатын. Ал Дешті Қыпшаққа ешкімнің әмірі жүрмейтін, Дешті Қыпшақ сол Қыпшақ тілінде сөйлеген көшпенділердің атамекені болып қала берді. Бірақ 13-ші ғасырда жағдай сәл өзгереді. Себебі 1218-1224 жылдары Дешті Қыпшақты Шыңғысхан жаулап алады. Және де осы Шыңғысханға ең табанды қарсылық көрсеткен Қыпшақтар болды. Бірақ батылдығына қарамастан Қыпшақтар жеңіліп қалды. Және Қыпшақтардың жеңіліп қалуының басты себептері келесі. Біріншіден, ол әрине Шыңғысханның Құдайдан берілген қолбасшылық дарындылығы. Екіншіден, Шыңғысхан әскерінің құрамында негізінен Қыпшақтары секілді көшпенді рулар болды. Және де олар әрине Қыпшақтардың соғыс тәсілдерін өте жақсы білді. Және сол тәсілдерді Қыпшақтардың өзіне қарсы қолданды. Міне осы екі себеп кесірінен Қыпшақтар Шыңғысханнан жеңіліп қалды. Дешті Қыпшақты толығымен өзінің уысына алғаннан кейін Шыңғысхан Қыпшақтарды алғашында аямай қырып, мыңдаған Қыпшақтың баласын құлдыққа сатып жібереді. Ең қызығы, жаңа жерде де Қыпшақтан шыққан құлдар ер жүректігін көрсетіп, бұрын соңды болмаған биіктерге қол жеткізеді. Мысалы, құлдыққа сатылған Айбек Дели сұлтанатының негізін қаласа, Ел-теңіз есімді Қыпшақ бүкіл Әзербайжанды жаулап алып, Ел-теңіздер мемлекетін құрады. Ал Мысырда Қыпшақ құлдары құрған Мамлюк сұлтандығы 15-ші ғасырға дейін өз билігін жүргізеді. Яғни Қыпшақтың баласы жат жердің өзінде керемет жетістіктерге қол жеткізіп, Қыпшақ елін бүкіл дүние жүзіне белгілетті. Шыңғысхан қайтыс болғаннан кейін Қыпшақтар оның мұрагерлерін еш кедергісіз оп-оңай мойындатады. Мысалы, Шыңғысханның үлкен ұлы Жошы тіпті Хан Сұлтан есімді Қыпшақтың қызына үйленіп, одан туған Берке, Беркешар, Бұра деген ұлдарын түгелдей Қыпшақ тәрбиесіне өткізіп жібереді. Тіпті Жошының ұлысы кейбір деректерде Дешті Қыпшақ деп аталып, оның мемлекеттік тілі ретінде Қыпшақ тілі ашық көрсетіледі. Сонымен қатар, Қыпшақтар сол баяғы басқа руларды сіңіріп алу саясатын да осы Шыңғысхан өлгеннен кейін тиімді пайдаланады. Нәтижесінде Шыңғысханмен еріп келген Жалайыр, Найман, Керей тайпаларының өзі аз уақыттың ішінде Қыпшаққа сіңіп кетеді. Бірақ уақыт өте Қыпшақ деген атау сирей бастайды.
Себебі басқа рулар бекініп алып, тәуелсіздігін шегелеп, бірте-бірте Қыпшақ емес, өздерінің рулық аттарын көтере бастайды. Нәтижесінде Қыпшақ деген атау 14 ғасырдың соңынан бастап тек бірнеше жұртқа ғана тиесілі болып, басқа рулар Қыпшақтың құрамынан шыға бастайды. Дегенмен саны азайса да сапасын жоғалтпаған қыпшақтар Алтын Орда, Ақ Орда, Ноғай Ордасы, Сібір хандығы деген мемлекеттерде ықпалын сақтап қалады. Кейін Жәнібек пен Керей Қазақ Ордасының негізін қалағанда, олардың қасынан табылып, қазақ мемлекетінің бір жағын ұстап тұрған дәл осы Қыпшақ болды. Алғашында Керей мен Жәнібекке қарсы шыққан қыпшақтар Әбілқайыр мен оның ұрпағы көшпенді емес, отырықшы елдің мүддесін қорғап отырғанын байқағанда, олар Керей мен Жәнібектің жағына ауысып кетеді. Ол кезде қыпшақтарды атақты Тоқтарбайұлы Қобыланды батыр басқарған еді. Кейін Қобыланды батыр Қазақ ханы Жәнібектің ұлы Қасым ханның адал серігіне айналып, Қазақ хандығының сардары болады. Тура осы жерде қыпшақтар мен Қобыланды батыр туралы керемет бір тарихи факті келтіргім келіп отыр. 16 ғасырдың басында атақты Бабыр қазақтың Қасым ханынан көмек сұрап хат жазады. Сол кезде Қасым хан Бабырға көмекке Қобыланды бастаған үлкен жасақ жібереді. Және де тура осы қазақ сарбаздарының көмегімен Бабыр 1504 жылы Ауғанстанды жаулап алады. Қасым хан Бабырға неге көмектесті деген сұраққа келсек, мұның екі жауабы бар. Бір жағынан Қасым хан Бабырды билікке келтіру арқылы өзінің қас жауы Мұхаммед Шайбаниді әлсіретуге тырысса, екінші жағынан Бабыр арқылы Сефевидтер империясын қазақ жеріне жақындатпауды ойлады. Қобыланды батыр қайтыс болғаннан кейін оның орнын ұлы Ойбас басып, ол да өте батыл, ер жүрек қолбасшы ретінде танылды. Және де Қасым хан арнайы өзінің бұйрығымен қыпшақтарға Сырдарияның орта және төменгі ағысындағы ең құнарлы жерлерде бөліп беріп, қыпшақтардың қыстауын Зайсан мен Тобыл өзендерінің бойына орналастырды. Соңында айтарым, жалпы қазақ тарихын қыпшақсыз елестету мүмкін емес. Мысалы, қазақ тарихынан жоңғарларға қарсы соғысқан Тілеулі батырды, немесе Абылай ханның бас кеңесшісі болған атақты Нияз биді қалай алып тастайсың? Немесе Ыбырай Алтынсарин, Амангелді Иманов, Кейкі батыр, әлде Қажымұқансыз қазақты қалай елестетесің? Алаш Орда тарихынан Мұстафа Шоқайды алып тастасаң, онда бұл тарих жоғалып кетпей ме? Яғни, Қыпшақ пен қазақтың тарихы құстың екі қанатындай бір-бірінен ажырамайтын дүние десек, әрине қателеспейміз. Сондықтан да Қыпшақтың батыл да батыр ұлдары әр қазақтың жадында патриотизмнің үлгісі ретінде тұруы керек. Және де соңында айтарым, қазақ халқы ешқашан руға бөлінбеген, қазақ халқы рулардан жасақталған. Және де әр қазақ руының басқаға ұқсамайтын, басқадан кем емес тарихы да бар. Және де өзіңді қазақ санасаң, сол қазақ руларының тарихын міндетті түрде білуің керек. Ал оны білу үшін менің каналыма жазылыңыздар. Себебі мен әр қазақ руының тарихын дұрыстап тұрып айтып беруге тырысамын. Ендеше, келесі қазақ руының тарихын баяндайтын эфирде кездескенше сау саламат болыңыздар. Осы видеоны барынша таратыңыздар. Қыпшақтың кім екенін әр қазақтың баласы білу керек, ағайын.